күн, құрметті әріптестер. Ішкі мотивацияны дамыту SSDL моделі тақырыбындағы тренерлердің ашық микрофонына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге болатын Қызылорда қаласы педагогикалық шеберлік орталығы филиалының тренерлері Тұяқбаева Гаухар Арыстанбекқызы және Райымкулова Жанат Таңатарқызы. Бүгінгі диалог алаңында сіздермен біз мына мәселелер жөнінде сөйлесетін боламыз. Бірінші, оқытудағы ішкі мотивация ұғымына тоқталамыз, және де ішкі мотивацияны дамытуға әсер ететін екі модельді қарастырамыз. Олар SSDL моделі және Герчиков моделі. Жалпы жұмысымыздың басында мотивация, ішкі уәж туралы өздеріміздің ұғымымызды теңестіру үшін мына анықтамаларға назар аударсақ, сіздерге слайдта 3 анықтама берілген. Осы анықтамалардың ішінде ішкі мотивация терминіне сәйкес келетінін көрсетсеңіздер, бірінші оқып танысып алып, және жауаптарыңызды санмен чатқа жазсаңыздар. Уәжге берілген анықтамалар, осы анықтамалардың қайсысы немесе қайсылары ішкі уәж терминіне сәйкес келеді? Жақсы, бір депсіздер, бір, Несіпкүл апай, бір деп жаздыңыз, жақсы. Жақсы, әріптестер, тағы да жауаптарыңызды берсеңіздер, бір, жақсы, екі, бір, жақсы, рахмет. Дұрыс айтасыздар, сіздермен келісеміз. Бұл анықтамалардың алғашқысы, яғни ішкі мотивацияға жатады. Себебі ішкі мотивация адамның өзінің қалауымен, ынтасымен әрекет етуі. Өзіміздің тәжірибемізге келетін болсақ, яғни біздің тыңдаушыларымыз өзінің кәсіби дамуы үшін өзінің қызығушылығымен курсқа жазылуы және ол курсты соңына дейін жеткізуі, аяқтауы. Ал соңғы пункт бұл сыртқы мотивацияға жатады. Себебі сыртқы мотивация ол сыртқы күштердің ықпалы арқылы әрекет ету. Осы пікірмен келісетін шығарсыздар. Ендеше, әрмен қарай өзіміздің тәжірибемізбен байланыстырып кетсек, Гаухар Арыстанбекқызы. Әріптестер, жалпы білесіздер, тренерлік тәжірибелеріңізде курс өткізу барысында сіздердің алдарыңызға көптеген тыңдаушылар келеді. Осы тыңдаушылардың жалпы мотивациялары қандай? Бұл тыңдаушылардың мотивациясы курс барысында қандай өзгерістерге ұшырап отырады? Және неліктен ондай өзгерістерге ұшырайды? Кей жағдайда мотивациялары жоғары болған тыңдаушылар курстың барысында төмендеп те кетіп жатады. Осылардың себептермен бөлсеңіздер, микрофон сіздерде, чатты пайдаланамыз және микрофонды пайдаланып өз тәжірибелеріңізбен бөлсеңіздер. Жалпы курс тыңдаушылардың мотивациясында қандай қиындықтармен кездесіп жүрсіздер? Микрофон ашық. Сәлеметсіздер ме? Бола ма айтуға? Майра Көкшетаудан. Негізінде әрине қазіргі таңда қашықтан оқыту барысында қиындықтар өте көп. Дегенмен де тыңдаушыларымыз әрине бастапқы кезіндегі курс және енді соңына келгенде әрине мотивациялар жоғарыланады. Өйткені олар не дейді қазіргі таңда? Біз енді толыққанды терең түсіне бастадық, сондықтан бұл жерде практикалық жұмыстар және тәжірибе алмасу арқасында көп нәрсені білдік. Және де қазір ашық түрде енді бұрынғыдай ұялмай, біздікі жоқ қате деген енді сын көзбен қарамайтын әріптестерге, енді әріптестермен бірлесе отырып, бір шешу жолдарын тауып отырамыз деген енді мотивациялар жоғарылайды. Ол біріншіден неге байланысты болады? Әрине психологиялық ахуал шығар сол топ құруда, енді өздеріне байланысты, тренерге де байланысты шығар. Сонымен қатар әрине ең бірінші өздерінің білем, үйренем деген ішкі уәжі мұғалімдердің қазір жоғарылақ. Енді өзімнің тәжірибеммен бөліскенім. Рахмет. Рахмет. Өз тәжірибеңізбен бөліскен. Әрине бүгінгі күнгі
біздің курстарымыздың форматы өзгеріп жатыр. Соған байланысты бұған дейінгі де тәжірибелеріңіз бізге жалпы қашықтан оқыту барысында біршама өзінің көмегін беріп жатыр, иә. Дегенмен де тағы да өз тәжірибесінен бөлсем деген қандай да бір қиындықтар бар ма? Неліктен біздің тыңдаушымыз осы курстың басында жақсы бастайды да, кейбір тыңдаушымыз курстың барысында соңына таман мотивациялары төмендеп, курсты аяқтауда бір қиыншылықтарға кездесіп жатады. Болады ғой ондай? Бар ма? Ол енді біріншіден тағы да мен айтып кетейінші, техникалық жаңағы ақаулықтарын байланысты шығар, ғаламтордың жылдамдығы ол ең бастысы. Сосын АКТ құзыреттілігі болады. Және де енді онлайн оқытып жатқаннан кейін олардың өзінің жұмыс процестері, оқыту процестері жүріп жатады ғой қатарымен. Сол кезде қиындықтар. Қазіргі таңда мен тағы да қашықтан оқыту аясында айтып жатырмын ғой. Енді қазіргі таңда енді өз басым тәжірибемде осындай қиындықтар болды негізінде. Ал жалпы курс соңында, курстың барысында көп терең түсінгеннің несінде олардың мотивациялары жоғарылайды. Они радуются. Рахмет. Жанат Таңатаровна, чаттарда жазбалар бар ма? Әзірше жазбалар жоқ. Жалпы бүгінгі күнгі тыңдаушылардың жаңағы айтып жатсыздар, әртүрлі мотивациялар әртүрлі болады. Ол түрлі себептерден мотивациялар төмендейтінін байқадық, иә, жаңағы техниканы толық меңгермегеннен, кей кезде тапсырманың күнделікті курс барысында күннен күнге тапсырмалардың күрделенуі, талаптардың жоғарылақ болуы, иә, оның барлығы белгілі бір дәрежеде мотивацияның өзгеруіне алып келеді. Сондықтан бүгін сіздермен осы кездесуімізде осы қиындықтарды еңсеру жолдарын қарастыратын боламыз. Ең алдымен мен сіздерге ұсынғым келеді, өзіміз үшін мотивациясы бар, мотивациясы жоғары білім алушының сипаттарын анықтап алғанымызды қалар едім. Бүгінгі күн барысында осы біздің критерияларымызды басшылыққа алатын болсақ, жалпы сіз өзіңіздің тыңдаушыңыздың мотивациясы бар, болмаса мотивациясы жоғары деп қай кезде айта аласыз? Оны мотивациясы, ол қандай әрекеттер жасайды ол тыңдаушы? Қалай анықтайсыз мотивациясының жоғары екендігін? Қандай критерияларға сүйенесіз? Микрофон және чатты пайдалансақ. Қайдан біле аласыз мотивациясы жоқ екенін? Әріптестер? Чатқа жазсаңыздар да болады. Әріптестер, сәлеметсіздер ме? Осы жерде өз ойымды айтып өтейін. Өскеменнен Қарлығаш Құрымбетова. Енді мотивациясы жоғары адамдар сабаққа келген кезде, курсқа кірген кезде, олар білгісі келіп тұрады. Мақсатты, міндетті сұрап отырады күнделікті сабақтағы. Одан кейін берілген тапсырманы уақытында орындап отырады. Қосымша сұрақтар қойып, қосымша материалдар іздестіріп отырады. Бұл өзінің қалауымен келген, яғни курсты өзінің қалауымен оқығысы келген адамдардың сипаты, іс-әрекеті. Жақсы. Рахмет, Қарлығаш апай. Уақытында орындауы, сұрақтар қоюы арқылы біз жалпы мотивациясы жоғары деп айтамыз. Тағы да осы сіздердің ойларыңыз жазбалар келіп түсіп жатыр ма? Жазбалар бар. Ең бірінші ауызша сауалнама, сұрақ жауап арқылы мотивациясын байқаймыз, сұрақ қоямыз, бақылау арқылы байқаймын, психологиялық жағдайын ескеруге тырысамын, сосын тәртіпке бағыттаймын деген пікірлер бар екен. Рахмет. Жақсы, рахмет. Әрине, бұл мотивацияның жалпы, тыңдаушылардың мотивациясын анықтаудың жолдарын, жақсы стратегияларын айтып жатсыздар. Дегенмен де бізде бір критерий болу керек, әркім өзінде, менің тыңдаушыларым ынталы жұмыс жасап жатыр деген критерийіміз анықтап алу үшін нақтылайтын болсақ, біз мотивацияның жоғары деңгейінің көрсеткіші ретінде екі негізгі мәселені анықтап отырмыз. Бұл ең бірінші курсқа жазылған тыңдаушылардың осы курсты соңына дейін жеткізуі, яғни курсты аяқтап шығуы. Неліктен курстың соңына дейін жеткізу біздің көрсеткіш ретінде қарастырып отырмыз?
себебі курс белгілі бір модульден тұрады, иә? Яғни оның басы бар, яғни негізгі ақпарат берілетін кезеңі, және оның логикалық соңы болады. Бұл логикалық соңы ретінде ол тесттен өтуі мүмкін. Ол алған білімдері бойынша, жинақтаған білігі бойынша жобаларды қорғауы мүмкін, жоспарларын таныстыруы мүмкін, ықшам сабақтар өткізуі мүмкін. Яғни бұл біздің курстың логикалық аяқына алып келеді. Енді бұл жердегі жетістікке жетті деп айтамыз, яғни жоғарғы деңгейлі мотивацияны көрсетеді, егер осы соңындағы әрекеттерді орындаса. Сонан кейінгі көрсеткіш ретінде курстан кейінгі білімі мен білік сапасында екен. Курстан кейінгі білімі мен білік сапасы деп отырғанымыз көрсеткіш ретінде осыны талқылайтын болсақ, жалпы курс аясында алған білімдерін, яғни курстың барысында тыңдаушы үнемі сабақтарға қатысып отыруы мүмкін, тапсырмаларды орындауы мүмкін, тесттерді орындауы мүмкін. Дегенмен де үнемі сабаққа белсенді, егер аудиториялық курстар болса, аудиторияға қатысып отырады, вебинары болса, қашықтан оқыту болса, барлық вебинарға қатысып отыруы мүмкін. Дегенмен де белгілі бір дәрежеде белсенді болмауы, енжарлық танытуы, болуы мүмкін. Бұл жалпы курстың соңына келгенмен де оның дағдылары қаншалықты қалыптасты деп айтуға болады. Ол алған білімдерін қаншалықты курстан кейін қолдануға дайын. Осы тұрғысынан біз, егер де сіздің тыңдаушыларыңыз курстан кейін осы курс барысында алған білімдерін қолдануға дайын болса, ары қарай оны тереңірек зерделеуге дайын болса, біз айтамыз, мотивациясы жоғары тыңдаушы деп айта аламыз. Яғни бұл осындай ортақ негізгі біздің курс бойынша өзіміздің тәжірибемізге қатысты көрсеткіштер ретінде алып отырмыз. Жалпы бүгін Жақсы, Гаухар Арыстанбекқызы, ендеше осы курс барысында біз осындай мәселелермен қалай күресу жолдарын анықтаймыз. Ол үшін мотивацияның теорияларын қарастырып көрсек, жалпы ғылымда мотивацияның көптеген теориялары бар. Бүгін біз солардың ішінде тәжірибелік бағыттағы теориямен танысатын боламыз. Сіздерге екі мотивациялық теорияны ұсынамыз. Бірі мотивацияны үдеріс, процесс тұрғысынан қарастырады. Ол SSDL моделі, яғни мотивацияны оның өзгерісін динамикалық тұрғыда зерттейді. Ал келесі модель, Герчиков моделі, мотивация теориясын өмір бойғы адамның тұрақты қасиеті тұрғысынан қарастырады. Яғни адамдардың әдеттері, құндылықтары, ұстанымдарына негіздей отырып мотивацияны зерттеген теория. Бірінші теория SSDL моделіне келетін болсақ, бұл модель ағылшын тіліндегі 4 әріптен құралған аббревиатура The Stage Self-Directed Learning, промежуточные этапы самостоятельного обучения деп орысша аударылған екен, яғни кезең-кезеңмен дербес оқытуға бағытталған модель. Бұл модельдің негізгі күтілетін нәтижесі тыңдаушылардың, білім алушылардың өз бетінше оқуға, тәуелсіз болуына, дербес, өз бетінше ізденуіне, дағдыларын дамытуға бағыт-бағдар беруді көздейтін модель. Біз үнемі айтамыз, оқу, үйренуде табысты болу, ол тыңдаушылардың мотивациясының деңгейіне байланысты. Сондықтан біз байқаймыз, курста, оқу барысында тыңдаушылардың мотивациялары құбылмалы болады, өзгеріп отырады. Дәл осы өзгерістер жайлы SSDL моделінде кезең-кезеңмен талданған және тренердің ішкі мотивацияны дамытуға осы кезең-кезеңдерде ықпал ету стратегиялары ұсынылған екен. Ендеше біз осы SSDL моделіндегі кезеңдерді тереңірек қарастырып көрсек. Модельде 4 кезең нақты көрсетілген екен. Бірінші кезеңде тыңдаушымыз тәуелді тыңдаушы ретінде болады, ал тренер беделді тұлға,
эксперт ретінде болады. Бұл кезеңде тыңдаушыға нақты нұсқаулар беру үшін беделді тұлға қажет. Үнемі қасында тренер болуы керек. Бұл тыңдаушылар үшін оқыту тренерге бағытталған. Олар тренерлерге білім алудың басты ресурс ретінде қарайды. Кейбір тыңдаушылар тренерге уақытша ғана тәуелді болуы мүмкін. Кейде бір тыңдаушыларымыз болады, курстың соңына дейін тәуелді болып қалады. Ғалымдардың зерттеуінше, бұл оларға тиісті білім, дағды, тәжірибе немесе мақсаттарына жету үшін мотивация, өзіне деген сенімділіктің жетпеуінен деп қарастырған екен. Әрине, тренерге тәуелді болу ол кемшілік емес, бірақ бұл белгілі бір шектеулер қоюы мүмкін. Барлық осы SSDL моделіндегі 4 кезеңдерде тыңдаушылар белгілі бір деңгейде тренерге тәуелді болады. Бірақ кейбірі оны азайтады да, кейбірі кез келген жаңа ақпарат алдында тренерге тәуелді болып қала береді екен. Осы модельдегі алғашқы кезеңде адамның мотивациялық деңгейі осылай ерекшеленеді екен. Ал келесі деңгейде қандай ерекшеліктер болады екен? Гаухар Арыстанбекқызы айтып жіберсеңіз. Жаңа өздеріңіз байқағандай, курстың алғашқы кезеңінде, яғни білім алудың алғашқы кезеңінде тәуелді бола келе, келесі екінші кезең ретінде қарастырылады. Жалпы білім алушылардың қызығушылығы арта бастайды екен екінші кезеңде. Яғни жоғарылай бастайды, қызығушылықтары, мотивациясы көтеріледі. Бұл кезеңде оқытушы, яғни тренер, мотиватор, нұсқаушы рөлінде бола алады. Жалпы білім алушы тапсырмаларды орындауға дайын, бәрін жасауға, барлық күшін жұмсауға дайын. Бұл кезеңде әдетте екі жақты байланыс орын алады. Бірақ дегенмен курстың ұзақтығы, тапсырмалардың күн сайын артуы, белгілі бір жұмыстағы, отбасындағы белгілі бір кедергілер, асығыс шаруалардың пайда болуы салдарынан тыңдаушылардың, білім алушылардың мотивациясы өзгеріске ұшырайды екен. Яғни бұл қандай өзгеріс? Білесіздер, мынау жаңа айтып өткен процестер, мынау қосымша тығыз шаруалардың шығуы, күннен күнге тапсырманың көбеюі белгілі бір адамдарда жаңағы қолайсыздық тудырады, қобалжуды тудырады. Яғни бұл жерде өздеріңіз білесіздер, осындай жағдай орын алған кезде біздің миымыз автоматты түрде қорғануға көшеді. Яғни танымдық қарсыласу басталады да, өзге нәрселерге назарын аударуға, басқа нәрселер туралы ойлауға көп бейімделеді. Осының салдарынан білім алудағы мотивация төмен түсіп кетеді. Осы кезде жалпы тренер үнемі тыңдаушылардың қызығушылықтарын арттыруға көп жұмыс жасауы қажет болады. Ол үшін мүмкін тапсырмалардың белгілі бір дағдыны дамытудағы маңыздылық жайлы көп түсіндірме жұмыстарын жүргізу керек. Марапаттау, қолдау сөздерін қолдану өте маңызды. Нәтижесінде тренер тыңдаушыларды дербестендіруге бағыттайды. Яғни осы екінші кезең барысында, модельдің екінші кезең барысында өздерінің жеке мүмкіндіктерін саралауға, оқу стильдерін таңдап алуға, оқу тәсілдерін анықтауға, мақсаттарын нақтылауға мүмкіндік беру өте маңызды екен. Сондықтан тренер міндетті түрде мотиватор болады және нұсқаушы болады екен. Модельдің келесі кезеңінде жақсы, келесі үшінші тоқталатын болсақ, үшінші кезеңде тыңдаушы, қатысушы, араласушы ретінде, ал тренер, фасилитатор ретінде болады екен. Бұл үшінші кезеңде тыңдаушыларда дағды мен білім қалыптасқан, жетілдіру жолдарында өздерін көрсете алады және өздері көре алады. Жақсы гидпен, яғни тренермен жаңа нәрселерді зерттеуге дайын, кейде өзі де жасауы мүмкін. Осы кезеңде бірақ оларға тиісті тәжірибе жетіспеуі мүмкін. Сондықтан олар өзгелердің тәжірибесіне сүйенуі, бағалауы, сыни ойлау дағдыларын жетілдіруге қолдау қажет болады. Олар бір-бірімен, басқа тыңдаушылармен және тренермен бірлесе жұмыс жасайды және оларға ұнайтын болады. Осы кезеңде тренер
тыңдаушыны білім алу процесіне өзінің қатысуын, өзінің тәжірибесін қолдануын, рефлексия жасауын, сонымен қатар күрделірек тапсырма беруін назарда алғаны жөн екендігі модель аясында айтылады. Және соңғы модель жайлы Гаухар Арыстанбекқызы айтып жіберсеңіз. Жалпы модельдің соңғы кезеңі байқап отырсыздар, мынау модель бойынша тыңдаушылардың мотивациясы күрт көтеріліп түсіп отқанын байқап отырсыздар. Скачоктар болып отыр. Яғни бұл соңғы кезеңіне келген кезде осы тыңдаушы білім алушыны өзін басқаратын дербес білім алушыға дейін жеткізуіміз қажет. Яғни оқыту процесін ұйымдастыруда, оны ынталандыру барысында осында дербес білім алушы өз бетінше оқуға итермелейтін тренер, кеңесші, делегатор рөлінде болады екен. Бұл жерде көбінесе қандай негізгі процесс жүреді? Соңғы кезеңде тыңдаушылар тренердің көмегінен алшақтай бастауы қажет. Өздеріне жеке мақсаттар қойып, сол мақсаттарға жету үшін әртүрлі ресурстарды қолдану керек. Себебі курс барысында, оқу барысында тыңдаушылар тайм-менеджмент дағдыларын, өзін бағалау, басқару, ақпаратты жинау, сол жиналған ақпараттарды қолдану дағдылары жеткілікті деңгейде болады. Сондықтан тренер жаңағы тыңдаушыларға өз оқулары үшін жауапкершілікті алуға көп жағдай жасау өте маңызды. Тренер тек қана не нәрсеге фокус жасау керек екендігін түсіндірсе, ол процесті бақылап, кері байланыс берсе, яғни жүйелі түрде тыңдаушының оқуын жүйелеу үшін бағыт-бағдар беру жеткілікті екен. Нәтижесінде, осындай әрекеттердің нәтижесінде білік, дағдысы, білімі қалыптасқан тәжірибелі тыңдаушыларды шығару мүмкіндігі туады. Сондықтан мына жерде қорыта келе, жалпы бұл модель бойынша мотивацияның динамикасын жоғарғы деңгейге жеткізуді көздейді. Бұл үшін тренер қандай әрекеттер жасау керек, қандай стратегияларды қолдану керек, сұрақ төңірегінде алдағы уақытта сіздермен бірлесіп осыны талдайтын болсақ. Міне біз көрдік, білім алушыларды қандай деңгейге жеткізуіміз керек әрбір кезең бойынша, және тренер қандай рөлдерде бола алатынын қарастырдық. Енді осы деңгей, жоғарғы деңгейге жеткізу үшін әрбір кезең үшін қандай стратегияларды қолдансақ болады? Осы жөнінде алдағы уақытта сіздермен осы сұрақтың төңірегінде жұмыс жасауды ұсынар едім. Жақсы. Ендеше осы стратегияларды әріптестер сіздермен бірге талқылап көрсек, ол үшін біз шағын ғана практикалық тапсырма орындасақ. Қазір чатқа салынған сілтемені ашып көрсеңіздер, ортақ қолданыстағы құжатты сіздерге жолдаймыз. Ашып тұрмын, әріптестер, байқап көрсеңіздер, осы ортақ құжатта біз 4 SSDL моделіне сәйкес 4 кезеңде тыңдаушыларымызға қандай стратегияларды қолдануды ұсынар едік. 4 топта осы мәселе бойынша талқылап, кемінде 3 стратегияны ұсынсаңыздар, және 10 минуттан кейін, жалпы топтық жұмысқа берілетін уақыт 10 минут, 10 минуттан кейін әр топтан бір спикер өз тобының кемінде 3 стратегиясын ортақ талқылауға ұсынса. Жақсы, Гаухар Арыстанбекқызы, топқа бөліп жерсеңіз. Жақсы, қазір мен сіздерді шағын топтарға бөлетін боламын. Сіздер алдымен чаттағы сілтемені басып, мынау құжатқа өтіп алсаңыздар, және де жіберілген шақырту бойынша секционный залдарға өтсеңіздер. 4 топ болып жұмыс жасаймыз. Топтар құрылды. Әр топта 7 әріптестен өз ойларыңызды ортаға салсаңыздар. Кем дегенде 3. Мен ойлаймын, енді бірақ сіздерде одан да көп идея болады деп. Жақсы, шақырту кетті. Сессия залдарына өтсеңіздер. Әріптестер ортақ залға келген болса, әр топтың спикеріне 2 минут уақыттан берсек.
Жақсы әріптестер, әр бірінші топта бізде өз спикерін ортаға шығарсаңыздар. Бірінші кезең, алғашқы кезең бойынша қандай мотивациялық стратегияларды қолдануға болады? Әріптестер, бірінші топтан бір спикер стратегиялармен таныстырса. Біздің топтан Айнура Шамилевна. Негізі солай келіскен едік. Жақсы. Айнур Шамилевна айтты. Енді давайте мен айта берейін, онда кешірерсіздер. Енді біздердің мына жерде талдауымыз бойынша әріптестеріміздің жақсы өздерінің пікірлерін қосты. Біздер енді беделді тұлға, тренер, эксперт болғанда тәуелді бұл мотивизация сыртқы стратегия. Так, мен құттай кешірек кірдім, сосын құттай нетіп жатқаным. Сосын мына ынтымақтастық ортаны қалыптастыру үшін сыртқы ішкі уәжін ояту үшін ынтымақтастық сағат әдісін, миға шабуыл, кинометафора, жұлдыз әдістерін біздер ұсынып отырмыз. Сосын тиімді кері байланыс беру, қызығушылықты ояту іс-әрекеті, сұрақтар қою арқылы, жылы сөздер айту арқылы, сосын психологиялық тренингтер, соның бірден несі, осы шілде айында өткен осындай ашық алаң несінде помодоро әдісі, итальян тілінде, қазақша помидор, сосын тақырыпқа сай белсенді әдіс тәсілдерді қолдану туралы. Осындайды ұсынып отырмыз біздер. Осы болды, рахмет. Жақсы, Мұхтар ағай, рахмет. Бірінші топтан жақсы стратегиялар ұсынған екенсіздер. Рахмет сіздерге. Келесі екінші топтың стратегияларын қарап көрсек. Екінші топта тіптім көп стратегия ұсыныпсыздар. Әріптестер, екінші топтан екінші топта бізде кімдер болды? Жақсы, екінші топтың ұйғарымы бойынша мүдделі қызығушылығы мол тыңдаушыға қосымша ақпараттар беру, сараланған қолдау ұйымдастыру. Жанат, біз таныстырып шығарайық, микрофоным сөніп тұр екен. Жаңа мен осыны спикер жазып отырғандықтан біз таныстырып жіберейік. Бұл жердегі екінші кезең мотиватор нұсқаушы, қызығушылығы мол танытып отырған. Біз бұл жерде өз тыңдаушымызды үш аспектісі тұрғысынан қарастырдық. Яғни когнитивті танымдық аспектісі тұрғысынан, оның әлеуметтік аспектісі тұрғысынан және оның эмоциялық аффективті аспектісі тұрғысынан қарастырдық. Осы жерде бірінші айтқымыз келгені танымдық тұрғыдан оған үнемі қосымша ақпараттар беру тұру қажет. Қызығушылығын түсіріп алмау үшін оның қажеттілігін қанағаттандыратын ресурстарды беру қажеттілігі. Жасын үнемі сараланған қолдауды ұйымдастыру қажеттілігін айттық. Сосын аффективті аспектісі тұрғысынан ол психология қолдауды қажет етеді. Қарым-қатынасты қажет ету мүмкін, біреу сөйлегенді, біреу керісінше тыңдағанды, кейбіреулердің жеке жұмыс жасау қажеттілігі туындатуы мүмкін, сол кезде де психология қолдау қажеттілігін туындатады. Және сонымен қатар, мына екі танымдық аспектісі тұрғысынан да, аффективті аспектісі тұрғысынан да өзін-өзі танытатын тапсырмаларды беру. Ол өзін-өзі көрсете алатындай болу керек. Соның үшін бір деңгейде қалып тұрмай, тапсырмаларды қадам-қадаммен күрделендіру арқылы оның қызығушылығын үнемі ұстап отыру динамикасын. Және осы жерде айтқымыз келгені, тап қызығушылығы мол болып тұрған кезінде оның мен тұжырымдамасын көрсете алатындай, мендігін айта алатындай деңгейде ұстасақ, оның мотивациясы сол деңгейден немесе жоғарылауы мүмкін дедік. Және осы жерде Жібек Сатыбалдиевна әріптесіміздің тағы да айтқан бір ойы бар. Сыртқы уәжін оятатындай орта қалыптастырып отыру керек. Бұл жерде сыртқы уәжді үлкен рөл атқаруы мүмкін дейді. Және әртүрлі әрекеттер, действия жасай алатын әдістерді қолдану арқылы қызығушылығын түсіріп алмай, сол кезде біз мотиватор болуымыз керек деп топшыладық біздің топ. Рахмет. Келесі үшінші топтың жұмысы. Қайырлы кеш, құрметті әріптестер. Бұл Гүлмира Туртаева Балтабаевна сіздермен қарым-қатынасқа түсіп отырған. Видеоны қоспай қойын деп отырмын. Құрметті әріптестер, мына жерде берілген тапсырма бойынша, топтың шешімі бойынша мотивациялық стратегияларға тиімді деп қарастырылып отырған стратегиялар ол сұрақ қою.
яғни бұның ішінде провокационный сұрақтар деп айтамыз, арандатушылық сұрақтар деген өте жақсы ұғым бар. Сол сұрақтарды қою арқылы, ал неге олай деген бір сондай бір соның шешімін білуге деген, жауабын алуға деген ынта болады, мотивация туындайды деп ойлаймыз. Және өзара бағалауды жүктеу арқылы, себебі жалпы адамның қалай дейміз, физиологиясында бар нәрсе көп жағдайда біреуді бағалаған, басқа біреудің әрекетін бағалаған қызықтау болып көрінеді. Кезеңдік тапсырмалар ұсыну деп айтамыз, қадам-қадам, пошагово дейміз ғой. Егер сіз осы мына жалпы жай бір тапсырма дегеннен гөрі сіздің мақсатқа жету үшін сізде 3 кезеңдік тапсырма бар. Соның әр кезеңін, бір кезеңін бітірмейінше екінші кезеңге өте алмайсыз дегендей, сондай бір кезеңдік тапсырмаларды ұсынсақ, сонда бір құлшыныспен, талпыныспен соған кіріседі деп ойлаймын. Және көпіршені қолдану. Осы 4 басты идеяны ұсынып отырмыз, стратегияны. Жақсы. Яғни фасилитатор ретінде осындай әдістерді пайдалану арқылы процеске тарту дейсіз. Жақсы. Келесі 4-ші топ. Өз жұмыстарыңызды таныстырсаңыздар. Тағы да бірнеше әдістерді ұсынған екен. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Біздің топтың ұйғарымы бойынша бұл кезең тыңдаушылардың, яғни курс оқушылардың, не болмаса оқушылардың деп те айтуға болады, білім алушылардың өзін-өзі басқара алатын дербес кезеңі болғандықтан, бұл жерде бөлінген көшбасшылықты қолдануға болады деп ойлаймыз. Өйткені олар, егер топтық жұмыс ұйымдастырып болатын болсақ, өздері сол топтық жұмысты белсене атқарып жатады және өзара өздерінің жаңағы рөлдерін бөліп алады. Сонымен қатар бұл жерде тағы да біздің Гаухар әріптесіміздің пікірі құнды болды біз үшін. Біздің тобымызға кіріп ол кісі ақыл кеңес беріп кетті. Негізінен өздерінің атқарып жатқан жұмыстарын немесе істеп отырған жұмыстарына олар рефлексия жасау арқылы қандай бағытта дұрыс па бұрыс па деген бағытта келе жатқанын біліп отыру үшін және оны ары қарай жөндеп отыру үшін бірнеше жаңағы рефлексиялық стратегиялар жазып қойдық. Соның ішінде мысалы үшін POPS деп айтып жатамыз, колб стратегиясын Эйзенхауэр матрицасында қолдануға болады. Бұл жерде тайм-менеджментті басқара алады өздері. Содан кейін орындап отырған жұмыстарының ауқымдылығына байланысты ыстық піл стратегиясында қолдануға болады, бөліп-бөліп. Франклин пирамидасын қоюға болады. Бұл жаңағы мақсатқа байланысты. Сол сияқты помидор әдісін осының алдында біздің бірінші топтың әріптестері айтып кетті. Оны да қолдануға болады деген ойға келді. Біздің топтың шешімі сол. Рахмет, Қарлығаш апай. Жалпы ойларыңыз жақсы, нақты ұсынып отырсыздар. Енді жалпы осы жұмысты қорыта келе. Менің экраным көрініп тұр ма, әріптестер? Көрініп тұр. Қорытындылап жіберсеңіз. Жанбек қызы Google Doc көрініп тұр, презентацияны ашсаңыз. Жақсы, қайтадан көрсетіп жіберейін. Әріптестер керемет тәжірибесімен бөлісті. Және де осы модельдің негізінде ғалымдардың ұсынуы бойынша тағы да қандай стратегиялар бар екен, қандай әрекеттерді тренер жасай алады, осы әрбір кезеңдегі мотивацияны қалыптастырып, мотивацияны жоғарғы деңгейге жеткізуге көмектесетін әрекеттерді ұсынған. Алғашқы кезең ретінде, Жанат Таңатарқызы, өзіңіз таныстырып берсеңіз. Рахмет, жақсы. Яғни тренер беделді тұлға ретінде коучинг тәсілдерін қолдану тиімді, сенімділікті орнатуы керек, сабақты ресми түрде өткізу маңызды. Және күтілетін нәтижемен кездесуі мүмкін курс барысында қиындықтар туралы үнемі ақпарат беріп отыру керек. Нұсқаулар нақты болу керек және белгілі бір алгоритммен жүргізілу керек, алгоритм ұсынып тұру керек. Жиі кері байланыс орнату өте маңызды, қатаң тәртіп, айқын бағыт болу керек. Және де әрбір іс-әрекет, әрбір пікірдің соңында тренердің жауабы нақты, дұрыс болып қабылдануы керек. Жақсы, рахмет. Жалпы екінші кезең ретінде біз айттық,
тыңдаушылардың қызығушылығы жақсы, мүдделі болады, олар бар ынтасымен жұмыс жасайды. Дегенмен де мынау курстың күрделенуіне байланысты мотивация төмендеп кетуі мүмкін дедік. Осы мотивацияны төмендетпей ары қарай өз деңгейінше қызығушылық мол деңгейінде ұстап отыру үшін әрбір сабақты тыңдаушылардың қажеттіліктерімен байланыстырып ұйымдастырылса, әрбір тапсырманың және ақпараттың құндылығы жөнінде айтып отырса, оларға, яғни кәсіби өсуде, алдағы уақыттағы тәжірибеде қаншалықты бұл құнды екендігі айтылса, тренердің басшылығымен талқылаулар ұйымдастырылса, жаңа топтарда айтылды, осы мәселе топтық жұмыстарды ұйымдастырушы, ынталандыру сөздерін айтты, жаңа Жайнақ Зырхана осы жақты жақсы керемет ашқан болатын. Нәтижеге бағытталған жобаларды ұсыну арқылы қызығушылығын ұстап отыруға болады. Мұқият қадағалау, сенімді кері байланыстар орнату, интерактивті ресурстарды қолдана отырып, осы кезеңде тыңдаушылармен тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасау, мақсатқа бағдарланып жұмыс жасау өте маңызды. Жақсы, келесі процеске қатысып жатырған тыңдаушымызға фасилитатор ретінде тренер нені жасауына болады. Яғни тренер экскурсовод, гид ретінде жұмыс жасап, топтық жұмыстар, жобалар сұнса, жазбаша кері байланыс беру осы кезеңде өте маңызды екен. Және әр тыңдаушының жетістік мониторингін шығарып тұру керек, өйткені осы кезеңде білім алушы өзінің өсу динамикасын байқай алады екен. Және де андрогогика тәсілін, яғни нақты проблеманы анықтауда тыңдаушының өзінің тәжірибесін, өзінің ұстанымын қолдануға бағыттау тиімді екен. Жақсы, соңғы кезең жайлы айтып берсеңіз. Жақсы, жалпы өзін басқаратын, дербес білім алатын, мотивация деңгейі жоғары болатын кезең. Бұл кезеңде жаңа айтқан болатынбыз, оқытушы, яғни тренер, кеңесші, делегатор рөлінде бола алады деп. Жалпы бұл кезең негізгі модельдің негізгі өнім беретіні ең осы нәтижеге жеткізетін кезеңмен сәйкес келеді. Бұл жердегі соңғы кезеңде міндетті түрде тапсырма критерийларын бірге анықтауға тарту арқылы процесті басқаруға мүмкіндік беруге болады. Кез келген тақырып бойынша біз өздеріңіз білесіздер, біз дәл осы тәжірибені тренерлер пайдаланып жүр. Жалпы курстың соңында өнім ретінде қысқа мерзім сабақ жоспарларын жасау керек болса, осы қысқа мерзім сабақ жоспары тиімді, табысты жоспар, жақсы жоспар қандай болу керек, жалпы сабақ жоспарын қалай орындаймыз деген секілді критерийларға анықтауға біз тыңдаушыларымыз тартып отырамыз. Нәтижелерді үнемі бірлесе талқылап отырса жеткен. Жұмыстың нәтижелерін бірлесе талқылау арқылы өзін басқаруға мүмкіндік беру. Жауапкершіліктен ауытқымай бірлесе жұмыс жасау процестеріне тарту арқылы, кеңесу арқылы, яғни бұл жерде кеңес деп отырған сөз тренер тарапынан жұмыс жасау, жұмыс өніміне ғана кеңес емес, олардан кеңес алуға жұмыс жасасақ, білім алуда белгілі бір дербестік деңгейіндегі мотивацияны ұстап тұрамыз. Жеке жұмыстар арқылы дербестікке бағыттау және тәлімгерлікті жүзеге асыру арқылы, тәлімгерлік процестерін ұйымдастыру білім алу барысында арқылы және үнемі өзін бағалауды талап ету арқылы біз өзін басқаратын дербес тыңдаушыны қалыптастырып шығара аламыз деген ойдамыз. Енді жалпы ойымды қорыта келе, бұл модель бойынша мотивацияның динамикасын жоғары деңгейге жеткізуді көздейтінін айтып өттік. Жалпы осы стратегияларды алдағы уақытта өз тәжірибелеріңізде қолдансаңыздар деген ұсынысымыз бар. Әрине деген бізде бұл модельде біздің әріптестеріміздің жаңағы тәжірибесінде айтқан идеяларымен сәйкес келіп жатқанына мен өте қуаныштымын. Жақсы, мотивация бұл адамның мінезінің ажырамас бөлігі, ішкі қасиеті дейтін болса, келесі модель нақты осы адамның әдетіне, құндылығына негіздей отырып мотивацияны қарастырған екен. Герчиков моделі бойынша мотивацияның 5 типі анықталған, және олардың әр қайсысы адамның ұйымдағы мінез құлқын сипаттайды. Бұл модель бойынша адамның өмір бойы салыстырмалы түрде тұрақты
ұстанымдарына негізделген типтер анықталған. Ендеше осы типтерге тоқталсақ, бірінші мотивациялық тип бұл құралдық тип деп аталады. Мына суреттегі кейіпкерді және фильмді білесіздер ме? Білсеңіздер чатқа жазсаңыздар. Жақсы құралдық типте жұмыстың мазмұны маңызды емес. Бұл мотивациялық тип түріне жұмыстың құны маңызды. Атауын қарасаңыздар, жұмыс немесе оқу бұл типтегі тыңдаушы адам үшін басқа қажеттіліктерді өтеу үшін негізгі құрал болып табылады. Бұл типтегі адамдар ұзақ мерзімді перспективасында оның осы оқудың пайдалы екендігіне көз жеткізгенде ғана оқиды. Келесі тип жайлы. Яғни, бұндай мен ойлаймын, енді ұзақ мерзімді перспективасының пайда екендігіне көз жеткізу мүмкін, ол жалақының көбеюі болуы мүмкін, болмаса қызметте өсуі. Яғни осындай перспективаларды көз жеткізген кезде ғана ол осы келген курсында жақсы аяқтап оқуы мүмкін, білім алып кәсіби жетілуі мүмкін. Мүмкін сертификат алғаннан кейін жалақысының өсуі әсер етуі мүмкін. Дұрыс айтасыз. Жалпы кәсіби типтегі келесі кейіпкерімізге қарасаңыздар, біз кімді көріп отырмыз? Танытыңыздар ма бұл кісіні? Шерлок Холмс. Дұрыс айтасыз, Шерлок Холмс кісінің маманы. Жалпы кәсіби типтегі адамдар, мұндай типтегі білім алушылар оқытудағы мазмұнды бағалайды. Оның сапалы болуын, оның құнды болуын, оның ғылыми құндылығына көп назар аударады. Өзін көрсету мүмкіндігін және басқалардың қолынан келе бермейтін қиын тапсырмаларды жасай отырып, өзіне және басқаларға да осыны жасай алатындығын, қолынан келетіндігін дәлелдеуге көп тырысады екен. Жалпы кәсіби типтегі мамандар бұл жерде тыңдаушылар өзін қызықтырмайтын оқу түрімен ешқашан айналыспайды. Егер ол үшін қызық емес болса, ол жұмысты ешқашан орындамайды. Қиын тапсырмаларды орындауды ұнатады. Жалпы өзін үнемі көрсеткісі келетін тыңдаушылар, олар үнемі еркіндікті қалайды. Кез келген әрекет ету барысында оған еркіндік беруді қалап тұрады екен. Және кәсіби білікті екендігін таныту, басқаларға дәлелдеу олар үшін өте маңызды болып келеді. Бұндай біздің курстарымызда әріптестер кездесіп жатады, осындай мотивациясы, осындай типтегі әріптестер. Бар ғой? Дұрыс айтасыз. Жақсы. Ары қарай келесі қандай тип? Келесі мотивациялық тип патриоттық тип деп аталады. Мына фильмді және кейіпкерді әріптестер білетін шығарсыздар. Бұл әйгілі біздің сүйікті қандай фильм? Қызметтік роман. Служебный роман. Жақсы, тамаша, рахмет. Бұл типтегі тыңдаушылар, әріптестерге жалпы осы типке тән қасиеттер қозғаушы ой салу керек. Яғни, мысалға, все побежали, и я побежал. Барлығы жасаса, мен де жасауым керек деген ұстаным бар. Жауапкершілікті жақсы сезінеді. Маңызды істерге белсене тартуға болады бұл тыңдаушыларды. Және бұл тыңдаушылар үшін басты марапат ол өзінің баға жетпес ұжымға керек екенін, қайталанбас тұлға екенін сезіну және көпшіліктің өзін танып, құрмет тұтуы осы мотивациялық типке тән екен. Және бұл типтегі тыңдаушыларға басшылық тарапынан жасау керек деген сөз айтылса болды, барлығын орындауға даяр. Жақсы, Гаухар Арыстанбекқызы, келесі тип жайында айтып берсеңіз? Жақсы, келесі тип ретінде, келесі тип мотивациясы бұл басқарушы, яғни билік етуші типтер. Бұл кейіпкерді сіздер танып отырған шығарсыздар. Жалпы басқарушы типтегі тыңдаушылар үшін оқу бұл билікті сақтап қалу
қалу билікке қол жеткізудің құралы ретінде болады. Оқудан кейінгі материалдық пайдаға немесе тапсырманың күрделілігіне мән бере бермейді. Олар өздерінің қазіргі дағдылары оның мәртебесін сақтау үшін жеткіліксіз екендігін түсінгенде ғана оқуды бастайды. Әдетте бұл типтегі әріптестер өзіне жауапкершілікті алуға дайын, еркін әрекет етеді, үнемі өзін еркін ұстайтындығымен ерекшеленеді, бақылауды ұнатпайды және әрдайым кез келген нәрсені қалай істеу керектігін ғана емес, не істеу керектігін де өзі шешетін тыңдаушыларымыз екен. Жақсы, Герчиков моделі бойынша соңғы тип, орысша айтқанда избегательный тип, жауапкершіліксіз немесе селқос деп атауға болады. Суреттегі кейіпкерді және фильмді естеріңізге түсірсеңіздер, қандай фильм? Приключения Шурика вроде бы. Операция и приключения Шурика. Жақсы, я. Приключения Шурика и операция И. Фильміндегі қай кейіпкер? Есім естеріңізде ме? Бізде жаттап алған бір фраза бар ғой. Надо, Федя, надо деген естеріңізде ма? Бұл типтегі жауапкершіліксіз селқос типтерге, яғни белді, авторитетті тұлғаның беделі маңызды. Бұл типтегі тыңдаушылар, жалпы адам тапсырманы орындай салуы мүмкін. Ешқандай белсенділік танытпайды және белсенді әрекет жасап жатырғандарға тікелей қарсы тұруы мүмкін. Біліктіліктері төмен және ол біліктілікті арттыруға да құлықсыз, ешқандай құлқы жоқ. Жауапкершілігі төмен және оны өзгеге арттыра сала алады. Және күш жігерімен ақыл ойын аз жұмсағысы келеді. Бұл мотивациялық типке міндетті түрде әкімшілік тарапынан қамшылау қажет. Сонда ғана бұл типтегі тыңдаушылар жүйелі оқи бастайды екен. Жақсы әріптестер, Герчиков моделі бойынша осы мотивацияның 5 типі анықталған екен және ғалым бізге осы типтерге сәйкес ынталандыру түрлерінде ұсынады. Модельде ынталандырудың 7 тәсілі ұсынылады және әр типке сәйкес осы тәсілдердің тиімді, тиімсіз екендігі қарастырылған. Мына кестеде түсінікті айқын көрсетілген. Мысалға тоқтап келетін болсақ, негативті түрдегі ынталандыру жолы, яғни жағымсыз ынталандыру тәсілі, селқос, жаңағы соңғы Федя сияқты тыңдаушыларға селқос, жағымсыз типте тиімді болуы мүмкін, ал керісінше кәсіби және басқарушы типтерге жағымсыз ынталандыру тәсілін қолдану өте тиімсіз болады. Сол сияқты қаржылай, табиғи, моральды бағыттарда ынталандыру тәсілдерінің тиімді, тиімсіздігі жайлы осы кестеде ақпарат толық берілген екен. Сіздерге осы кестені ұсынамыз. Жақсы, құрметті әріптестер, біз бүгін сіздермен тыңдаушылардың ішкі мотивациясына әсер ету жолдарын қарастырдық. Оның ішінде 2 модельді ұсынған болатынбыз. Осы модельдер жайлы әрмен қарай ізденгілеріңіз келсе, Гаухар Арыстанбекқызы, сіздерге бонус ретінде пайдалы сілтемелерді беріп отырмыз. Жалпы бүгінгі қарастырылған 2 модель бойынша толық ақпаратты қосымша оқуға болады. Сонымен қатар жалпы өз тәжірибелеріңізде тыңдаушылардың мотивациясын оятуға, мотивациясын жоғарылатуға арналған жаттығулар мен стратегиялардың жиынтығы бар. Осы сілтеме арқылы пайдалансаңыздар. Және сонымен қатар осы Герчикованың теориясына сәйкес сіздер өздеріңіз қандай типке жататындықтарыңызды анықтап көрсеңіздер, ол үшін арнайы сіздерге тестке сілтеме беріп отырмыз. Өзіңіз көріңіз, сіз қай типке жатасыз және алдағы уақытта сіздердің курстарыңызға келген тыңдаушыларыңыздың типтері қандай.
осы типтерді анықтағаннан кейін алдағы уақытта сіз тренерлік тәжірибеңізде оны тиімді пайдаланасыз деген ойдамыз. Жақсы, құрметті әріптестер, бүгінгі вебинардың соңында сіздерге осы модельдер қаншалықты тиімді болды, қандай ақпарат сіздерге алдағы тәжірибеңізде қолдануға бағыт берді, кері байланысты мына Padlet тақтасының сілтемесі арқылы сіздерді жасайды деп үміттенеміз, немесе ұялы телефон арқылы QR-кодпен қазір бірден кері байланыс берсеңіздер болады. Сілтемені чатқа салайық. Жақсы, әріптестер, сіздерден кері байланыс күтеміз. Бүгінгі біздің ашық микрофонға уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге үлкен рахмет. Жақсы күндері жолыққанша сау болыңыздар. Гаухар Арыстанбекқызы. Жақсы, әріптестер, сұрақтарыңыз болса, ұсыныстарыңыз болса, және бүгінгі вебинардың қаншалықты сіздерге пайдалы болғандығы жөнінде өз ойларыңызды білдіргілеріңіз келсе, осы тақтаға жазсаңыздар, жазуға шақырамын. Бүгінгі уақыттарыңызды бөліп, біздің вебинарымызда белсенді жұмыс жасағандарыңызға үлкен рахмет айтамыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.